Сіз балалық шақтың ойындарын ойнадыңыз ба? Мысалы 1, 2, 3 қатып қалған ескерткіш немесе секіру және арқан тартыс сияқты ойындар. Бұл қалыпсыз жарыс балалар ойындарының кезеңдерінен өтеді. 456 қатысушының арасынан тек бір жеңімпаз шығады. Жеңімпаз 45 миллиард 600 миллион вонды 162 миллиард теңгеге тең бас жүлдені алып кете алады. Ал жеңілгендер өз өмірлерін жоғалтады. Барлығына сәлем, мен Еркемін. Бүгін мен сізге бүкіл әлемде және TikTokта хит болған кино туралы айтамын. Ең жаңа қорқыныш ақылды күрес Корей драмасы «Кальмар ойыны». Ендеше бүгін әңгімені бастайық. Біздің кейіпкеріміз Арчи бала кезінен атаман болды. Қайсар мінезі оның бала кезіндегі ойындарды асыға күтуге мәжбүр етті. Бірақ Арчидің ересек өмірі соншалықты мәз емес еді. Жасы 40-тан асқан ол әлі қарт анасымен тұрады. Ол қарапайым жұмыс жасап күн көреді. Бұл күн Арчидің қызының туған күні. Бірақ ода туған күн өткізуге ақша жоқ. Ол қолын созып анасынан ақша сұрауға мәжбүр болды. Қарт анасы жинаған зейнетақы ақшасын беріп қызымен қуырылған тауық етін жеуге жіберді. Бірақ Арчи мұны жеткілікті деп ойламады. Қарт ана кеткен соң сорымадан қарт ананың жинақ картасын жасырып алып шықты. Нәтижесінде ақшаны алу кезінде ол картаның паролі ауысқанын анықтады. Арчи қарияның немересін бәрінен жақсы көретін есіне алып қызының туған күнін енгізіп ақшаны шығарды. Бірақ Арчи ақшаны қызының туған күніне жұмсамай казиноға келді. Бірақ ол таңдаған сан сәтті болмады. Таңдауы қате болды. Арчи қалған барлық ақшаны қызының туған күнін таңдап салды. Сол кезде ол ұзақ уақыт бойы ұтпаған 45 миллиард 600 миллион ұтқа ие болды. Арчи ақшаны алып қуанғаннан кассирге 100 мың вонды беріп кетті. Содан кейін ол қызына хабарласып лайықты туған күн өткізуге дайындық жасады. Нәтижесінде Арчи ойын-сауықтан шыққан кезде алдынан бандиттер шыға келді. Арчи қатты қорқып қашты. Жолда бір қызға соқтығыс алды. Оны орнынан тұрғызып кешірім сұрады. Сөйтіп Арчи алысқа кете алмады. Шарасыздықтан Арчи ұтқан ақшасын өтеу үшін бандиттерге бергісі келді. Бірақ ол қалтасының бос екенін байқады. Сонда ғана соқтығысқан қыздың ұры екенін түсінді. Қалтасы бос Арчи амалсыздан бандиттерге денесінен бас тарту туралы келісімге қол қоюға мәжбүр болды. Егер олар 100 миллионнан астам пайызды бір ай ішінде төлемесе, ол қарызды қайтару үшін өз органдарын сатады. Кейін ақшасыз Арчи ұяты ысырып қойып 100 мың вонды кассирден кері алды. Ол 10 мыңды ойын машинасына барып қызына сыйлық жасағысы келді. Қуыршақ аулайтын баланың көмегі болмаса, ол ала алмайтын еді. Ол жабық қорапта сыйлық алды, қызына сыйлады. Қызы жабық қорапта қараса, ол тәпінші тәрізді отық екен. Ұятын жерге кірер сапады. Бұрынғы әйелінің үйіне қызын апарғаннан кейін Арчи метроға үлгермеді. Дәл осы кезде оған костюм мен былғары аяқ киім киген бейтаныс адам келді. Арчи бұл адамды сатушы деп ойлап сөйлесе келмеді. Әзірше бұл адамға Лю ағасы деп айтты. Лю ағасы Арчимен фишка ойнап келетінін айтты. Арчи бұған күдікпен қарайды. Ұтқан адам 100 мың вон алады. Кезінде атаман болған ол күтпеген жерден бірінші ойында жеңіліп қалды. Бірақ беретін ақшасы болмады. Лю ағай оған ашуланбады. Ақшаның орнына бір шапалақ берді. Арчи іштей былай есептескеніне мәз болып жалғасып ойнай берді. Жүздеген шапалақтардан кейін беті быт-шыт болды. Ақырында ол әрең бір жеңгенде оған шынымен 100 мың вон төледі. Ол таяу жеу арқылы көп ақша ұтып алды. Лю ағай Арчидің ақшасының дәмін тартқан көргенде орнынан тұрып Арчидің қиындыққа тап болған туралы, бәрін білетін туралы айтты. Арчи Людің неге оны өзін зерттеп жатқанын сұрады, бірақ Лю ағай жауап бермеді, тек визиткасын қалдырды. Егер Арчи әлі де осылай ақша тапқысы келсе, оған визит карточкасы арқылы хабарласа алатынын мәлімдеді. Ол тапқан ақшасына анасын қуанту үшін балық сатып алды. Балық сатушы апаның көзілдірікті баласы Арчимен бірге өскен. Ол өте үздік оқушы еді. Балықты үйге апарған Арчи қалған ақшаны анасына қалдырды, бірақ анасы қуанған жоқ. Себебі ұлының беті қызарып кеткенін көріп уайымдады. Әңгімеден әңгіме шығып, Арчидің қызының келесі жылы өгей әкесімен ақш-қа көшетінін білді. Анасы оған егер баланы тәрбиелеуге қаржылық мүмкіндігі бар екенін дәлелдей алатын болса, баланы қалдыруға мүмкіндігі бар екенін айтты. Арчи өз қызын бергісі келмеді. Сәл ойланып, ақыры визит карточкасындағы нөмірді терді. Көп ұзамай автокөлік Арчиді алып кетті. Ол көліктің ішінен шыққан түтіннен талып кетті. Ол қайтадан оянса, бейтаныс жерде жатыр екен. Бұл жерде супермаркеттің сөресі сияқты тығыз жатқан жүздеген адамдар бар. Қараңғыда кәсіби тобыларды үнемі бақылап отырады. Арчи төсектен тұрып бір нөмірлі қариямен сөйлесті. Біз оны қария бір дейміз. Қария мұнда келмес бұрын жаман дерте шалдыққан, сондықтан өлімнен қорықпайды. Ол мұнда үлкен жерге жетуге барын салатынын айтты. Бір кезде көпшілік
арасынан шошты. План татуировкасы бар ер адам Арчи мен соқтығысқан ұрлықшы қызға тиісіп жатты. Біз оларды ұрлықшы қыз бен Ламбас деп атаймыз. Әңгіме тыңдалғаннан кейін ұрлықшы қыз Ламбастың шәкірті болыпты және үйреніп бітіргеннен кейін оның бақылауынан қашып кеткен екен. Ламбас ұрлықшы қызға тиіседі. Арчи оны маған бер деп Ламбасты тоқтатып, әлі де ұрланған ақшасын қайтарғысы келді. Үш адам жанжалдасып көптеген көрермендерді қызықтырды. Бәрінің оянғанын көріп, қызыл киімді маскасы бар адам сахнаға шықты. Маса адам алдағы 6 күнде 6 ойын өтетінін ұйымдастырушының атынан жариялады. Жеңімпаз 45 миллиард 600 миллионға дейін сыйақы алады. Оған ешкім сенбеді. Маска киген адам қатысушылардың жеке ақпаратын жариялады. Бұл жерде бәрі қарызы бар кедейлер болып шығады. Олар ақша үшін жарыс келісіміне бірінен соң бірі қол қойды. Келісімде тек 3 тармақ бар. Бірінші, қатысушы ойынды өз еркімен үзе алмайды. Екінші, қатысушы ойыннан бас тартса ойыннан шықты деп есептеледі. Үшіншісі, қатысушылардың жартысынан көбі ойынды үзуге болады деп келіскен. Бірінші ойын басталуға жақын қалды. Ойыншылар камераның алдына соңғы рет келгенін білмеді. Барлық ойыншылар ұзақ және күрделі өткелден өтіп бос алаңға жетті. Осы кезде Арчи көпшіліктің ішінде бірге өскен көзілдірікті Ачкарикті танып қалды. Ол Шуаңмиңдондағы Сеул ұлттық университетіне алғаш болып түскен озат оқушы еді. Ол мұндай ойынға қалай келіп тұр деп ойлады. Сөйтсе, көзәйнек салған инвестиция сәтсіз болып, көп қарызға батып, осы конкурсқа қатысуға мәжбүр екен. Артқы есік жабылған кезде ойын басталды. Бірінші ойын 1-2-3 қатып қалған ескерткіш деп аталады. Ойын ережелері қарапайым. Мәре сызығындағы робот 1-2-3 қатып қалған ескерткіш деп айтқан кезде барлығы мәре сызығына жетуі керек. Робот басын бұрғанда әрекеті тоқтау керек. Егер дене қайтадан қозғалса, ол ойыннан шығады. Мәреге 5 минут ішінде жетсе жеңеді. Егер уақыт аяқталғанда мәреге жетпегендер ойыннан шығады. Бұл ойынды барлығы да ойнап көрген, сол үшін бәрі оңай болатынына сенімді. Робот жайлап 1-2-3 қатып қалған ескерткіш деп айқайлағанда сары шашты жігіт бірінші орын алады. Бірақ робот басын бұрғанда ол денесін тепе-теңдік ұстай алмады. Бір қатты дыбыспен бірге сары шашты жігіт құлап түсті. Барлығы оны наркозға ұшырады деп ойлады. Бірақ екінші ойыншы сары шаштыны қанға толған көргенде ол қорыққаннан бұрыла қашты. Тағы бір ойыншы атып өлтірілді. Ойыншылар ойыннан шығу деген өлімді білдіретінін түсінді. Оқиға орнында тәртіпсіздік, айқай-шу, аяқ дыбысы мен бірінен соң бірі оқ атылды. Сайысқа қатысушылар шылын шақырылып құлап бастады. Тозақ деген осы шығар. Тек жылдам әрекет еткен және ақыл-ой тұрақты ойыншылар ғана орынды тұруды таңдады. Қалған адамдар қорқына қозғалуға батылы бармады. Тек қария бірінші жымиып алға қарай жүрді. Қария бірінің әрекетіне сүйелмелене отырып, барлық қатысушылар баяулап алға ұмтыла бастады. Робот те сөйлеп бастады. Ойын күрделене түсті. Осы кезде білімді Ачкарик өзінің байқағанын жерде отырған Арчиге айтты. Егер сен басқа адамдардың артына жасырынсаң, сені байқамайды. Ақырында Арчи орнынан тұрып жарысты жалғастырды. Ол Ачкариктің айтқан ақылымен дәлелдеп соңына дейін жетті. Осылайша ойыншылар сансыз құрбандықтар жасағаннан кейін жетекші құрамдар кейбір адамдар мәре сызығын кесіп өте бастайды. Қария бір ұрлықшы қыз Ламбас Ачкарик бәрі тізімде. Уақыт бітуіне соңғы секундтар қалған кезде Арчи мәйітті басып кездейсоқ алға қарай құлады. Өмір мен өлім сәтінде оның артында бір қол ұстап қалды. Шетелдік дозорный бұл жағдайда Арчиді құтқарды. Екеуі нүктеге қадам басып сызықты кесіп өтіп, жеңіске әрең бірге жетті. Кері санақ аяқталғанда мәреге жетпеген ойыншылар атылды. Оның бәрі бұл қатал ойынның бастауы ғана еді. Ұйымдастырушылардың жындылығы мен байлықтан семіргендердің күшінің бір шетін ғана ашты. Бірінші серияның соңы. Мен Еркемін. Бүгін кальмар ойынның екінші және үшінші сериясын тамашалайтын боласыздар. Бірінші ойыннан кейін ойыншылар ұйымдастырушылардың қатыгездігіне қатты ашуланды. 456 адамнан тұратын бастапқы ойыннан тек бірінші раундта 201 адам аман қалды. Қорыққан ойыншылар ойыннан бас тартқысы келді. Тіпті кейбір адамдар тізе бүгіп кешірім сұрай бастады. Бұл кезде Ачкарик келісімнің үшінші тармағы туралы айтып, ойыншылардың жартысы келсе ойынды тоқтатуға болатынын еске алды. Бәрі дауыс беруге шешім қабылдады. Бірақ олар алдымен ойынның бонусын жариялады. Жүлде қоры әз жойылған адамға 100 миллионға артады. Бұрын 255 адам жойылды. Қазір бонус 25 миллиард 500 миллион. Ойынның соңғы 6 раунда жеңіске жеткендер финалдық сыйлықты тең бөле алады. Алтын көрсе персе жылдан таяды дегендей. Үлкен бонустарды көрген ойыншылар ойыннан шығуға екі ойлы болып қалды. Соңғы дауыс 100-ден 100-ге дейін болды. Соңғы шешімді қария бірдің дауыс шешетін болды. Күтпеген жерден қария бір де ойынды тоқтауды таңдады. Ұйымдастырушы ойынның тоқтауын 300-де жариялады. Бірақ егер ойынды жалғастырғысы келсе, кері келуге болатынын айтты. Осыдан кейін ойыншылар қаптарға салынғаннан кейін оңтүстік Кореяға қайтарылды. Арчи қашып шыққаннан кейін бірден полицияға хабарлады. Бірақ полиция оның айтқанына сенбеді. Полиция Арчиді псих деп ойлады. Алайда Арчидің сипаттамасы Хуан полиция қызметкерінің назарын сәл аударды. Ол Арчи полиция бөлімінде қалдырған біртүрлі визитканы байқады. Полициядан еш нәтиже болмағанынан кейін Арчи үйіне оралса, анасының үйде жоқ екенін білді. Далаға шыға салысымен
бірге өскен Очкарикпен кездесті. Очкарик қаржы әлеміне кірем деп, акция салам деп 600 миллиард қарызы бар екен. Енді үйіне қайта алмай қиналып жүр. Арчи Очкарикті біраз уақыт жұбатты, бірақ өзінің әлдеқайда бақытсыз екенін түсінді. Себебі анасы ұзақ уақыт қант диабетімен ауыратын, бірақ емделуге ақшасы болмай ауруы асқынып ауруханаға түсіпті. Сонда да ұзақ жата алмай шығуға мәжбүр, себебі ота жасауға және ауруханаға жатуға қаражаты жоқ. Осы сәтте Арчи өзін ынжық сезінді. Екінші жағынан офицер Хуан анасына хабарласып, көптен хабарсыз кеткен ағасының жатақханасына бара жатқанын айтты. Жатақхана басшысынан ағасының жалдамақысын төлемей жүргенін білді. Бөлмеге кіріп, мұнда ұзақ уақыт ешкім тұрмағанын және Арчи қалдырғандай визитканы көрді. Ол полиция бөлімшесіне келіп, Арчи туралы ақпарат сұрап, ойын туралы анықтап білгісі келді. Ал ұрлықшы қыздардың туыстарына оралды. Ол інісі екеуі контрабандашы екен. Інісінің ата-анасымен ажырағанын қаламай, ата-анасын қолына алғысы келеді. Бірақ ақшасы мен амалы болмай жасырын түрде бір шешім қабылдады. Ойыншы Черный өте адал, отбасылы адам. Соларды асыраймын деп көп қарызға батты, себебі бастығы оған біраз уақыт жалақы төлемеген. Ол бастығынан жалақы сұрау барысында дау шығып, абайсызда бастығын станокқа итеріп жіберіп, апатты жағдайға тап болды. Сонда да бастықтың ақшасын алып қашып кетті. Енді кері қайтарға жол жоқ. Очкариктің де анасын қаржы полициясы іздеп келді. Оның мақтан тұтатын ұлы қаржылық қылмыскер болып шыққанын білді. Қарызға белшесінен батқан Очкарик қонақ үйде өз-өзіне қол жұмсағысы келді. Сол кезде есік қоңырау соғылды. Барса есікке ойын картасын қыстырып кетіпті. Арчи жер шарлап анасын емдету үшін қарызға ақша іздестіруде. Осы кезде ол конкурсқа қатысқан қария бірмен кездесіп қалды. Оған өмірінің аз қалғанын туралы айтты. Оның пікірінше сыртқы әлем кешегі ойын алаңынан гөрі тозаққа ұқсайды. Қария бір ойынға қайта оралып бар күшін салатынын айтты. Ойынға қайта оралғысы келетін жыланбас та бар, бірақ ол інісімен бір топ адам ертіп, тапанша барып ұйымдастырушыларды тонауды ойластырып жүр. Жыланбас інісінің оны қарызы бар бандиттерге ұстап беруге көмектесіп жүргенін біліп қойып, ашуланып інісін өлтіріп суға лақтырып қашып кетеді. Арчи тағы да ұятты қойып бұрынғы әйелінен қарыз сұрады. Ол үй шорасындағы әйел, ақша қайдан болсын? Сол сәтте қызы мен өгей әкесі үйге келе жатырды. Арчи қызынан ұялып көргісі келмей тез кетіп қалды. Күтпеген жерден өгей әкесі оны қуып жетіп, ендігі әрі мазаламауын өтініп ақша берді. Арчи өзін қорлағанына намыстанып өгей әкесін бір ұрып ақшасын кері қайтарып берді. Бұл көріністің бәрін қызы көріп тұрды. Оның көздерінен әкесінен көңілі қалғанын байқады. Ақыры ол өз өмірімен күресу үшін ойынға қайта оралуға шешім қабылдады. Осы кезде оны офицер Хуан іздеп келіп ойын туралы сұрады, бірақ Арчи оған ештеңе де айтпады. Осылайша бірнеше қатысушы ойынға бірауыздан оралуды таңдады. Олардың ішінде ұрлықшы қыз да бар. Ол жасырын тыныс алмай байқау алаңына есінен тандырылмай жеткізілді. Арчи ойынға тіркелгенде офицер Хуан соңынан еріп пирске көтерілді. Ол көліктің шассиіне жасырынып, конкурсқа қатысушылармен бірге ұйымдастырушылардың қайығына мінді. Жүргізуші көліктен түсіп, ойыншыларды алып кетпек болғанда офицер Хуан жүргізушіні ес-түссіз бағындырып, тұншықтырып өлтіріп, теңізге лақтырып жіберді. Кейін ол бетперде киген формаға ауысып, алаңға жасырынып кірді. Көп ұзамай көптеген ойыншылар ойын алаңына қайта қосылды. Өтірік естен танған ұрлықшы қыз біліктілігін пайдаланып, пышағын қайтарып алды. Көп ұзамай басқа ойыншылар да оянды. Басқа ойыншылардың барлығы қайтып оралуды таңдағанына таң қалды. Очкарик пен Черный да әсерлі. Осылай Арчи қария бір төртеуі қосылып топ құрып келесі ойынды бірге өткізуді жоспарлады. Дәл солай жыланбас та топ құрды. Ұрлықшы қыз оның тобына қосылғысы келмеді. Бұл командаға кербез әйел қосылғысы келіп еді, бірақ жыланбас одан қоспады. Кешкі ас уақытында Арчи тобы қарсы шараларды талқылау үшін отырды. Ойынның бірінші кезеңі 1-2-3 қатып қалған ескерткіш болғанын ойлап, келесі ойында балалар ойыны болады деп болжады. Шетелдік Черный бұл ойынды ешқашан ойнап көрмеген, бірақ командаларының көмегіне сенеді. Ал офицер Хуан басқа бетперде киген еркектердің артынан еріп өзінің жеке люкс бөлмесіне оралды. Мұндағы ережелер өте қатал, адамдар бір-бірімен сөйлесе алмайды. Бұл Хуанға қолайлы еді. Кербез әйел күзетшілерден дәретханаға баруға сұранды. Ұрлықшы қыз өтініп бірге барды. Кербез әйел жасырын темекі шегуге шықты, ал ұрлықшы қыз жерді зерттегісі келіп желдеткіш құбырының орнын анықтап, құбыр арқылы ақпарат жинауға кірісті. Кербез әйел оған көмектесті. Ұрлықшы қыз құбырды аралап өтіп, бетперде киген әскердің қазанда сироп дайындап жатқанын көрді. Бұл келесі ойынға қатысты екенін білді. Екеуі алаңға қауіпсіз қайта оралды. Келесі күні ұрлықшы қыз кербез әйелге түнде көргенін айтады, бірақ не екенін екеуі де түсінбеді. Айта кететін жайт, бүгінгі таңғы асқа бұлар сүт пен нан жеді. Бір қатысушының нанында келесі ойынға қатысты ақпаратты
тұспалдап жеткізген жазба бар. Бұл қатысушылар үшін маңызы зор еді. Ойынның келесі кезеңі басталуға жақындады. Алаңға барар жолда Очкарик ұрлықшы қыздан білетінін бөлісуді өтінді. Егер айтса көмегі тиетінін алға тартты. Очкарикке сироп туралы айтқанда ол қантқа байланысты бала кездегі ойынын еске алды. Ойын басталмас бұрын ұйымдастырушылар ойыншыларға 4 үлгіні таңдауды ұсынды: үшбұрыш, шеңбер, жұлдыз және қолшатыр. Очкарик ойын ережесін анық білді. Сол себепті ең қарапайым пішін үшбұрышты таңдады. Ол арам ойға беріліп ойыншылардың мүмкіндігінше құтылғысы келді. Оның ішінде Арчи де бар еді. Черный шеңбер пішінді қария бір жұлдыз пішінді таңдады, ал Арчи қолшатырды таңдады. Барлығы алға шығып кішкене қорапты алды. Қорапты ашып Арчи шошып кетті. Бұл компьютер ойыны еді. Ойын ережелері қарапайым. Белгіленген уақыт ішінде өрнектелген қант пирогынан инемен толық үлгіні сындырмай кесіп шығу керек, сонда жеңеді. Ең күрделі пішін қолшатырды алған Арчи зардап шекті. Сайыскерлер абайлап өрнектерді инемен кесуге кірісті. Көп ұзамай өрнекті байқаусызда бұзған үшін біреуін атты. Мылтық дауысын естіген қатысушылар дірілдеп ойынды әрең жалғастыра берді. Бірақ көптеген ойыншылар қайтыс болды. Үшбұрыш ең оңай шешім. Очкарик пен ұрлықшы қыз осыны таңдайды, және олар тез ойынды аяқтады. Черный сияқты ойыншылар да ойынды жеңу үшін үлгіні кесіп тастайды. Бұл жолы сәттілік кербез әйелдің жағында болды. Себебі ол темекі шегуге арналған оттықпен инені қыздырып қант тортты ерітіп оңай кеседі. Болғаннан кейін оттықты жыланбасқа жағыну үшін тығып беріп оған көмектеседі. Уақыт өте аз қалды, бірақ Арчи әлі ешқандай нәтиже шығара алмай басы қатты. Ақтер көктер болып отырғанда терлеген суы қантқа ағып кетіп, ол сәл еріді. Осыдан кейін оған ой келіп пирогтың артқы жағын жалай бастады. Оған көптеген адам еліктеп бәрі солай жасай бастады. Ақырында уақыттан бұрын ойынды сәтті аяқтады. Уақыт біткенде ойынды аяқтамаған адамдар аз емес еді. Олардың арасында ағай өлімді күткісі келмеді. Күзетшінің мылтығын жұлып алып бетперде кигендердің бірін ұстап алды. Бірақ басқа бетперде киген адамдар серіктерінің өмірі мен өліміне мүлде мән бермеді. Олар жеңбеген адамдарды сабырмен өлтірді. Үміті үзілген ағай алдында бетперде киген адамды бетпердесін шешуге мәжбүрледі. Өлсе де кімнің қолынан өлетінін білгісі келді. Күтпеген жағдайда ол жас бала екен. Ағай оны атуға дәті бармай, одан да өзін өлтіруді жөн көрді. Сол сәтте бетперде киген адамның капитаны пайда болып, келбетін ашқан баланы атып тастады. Бұл жерде айтылмайтын заң бар. Өзінің шынайы бейнесін көрсеткен адамдардың тағдыры өлу ғана. Ұйымдастырушылардың қатыгез ақылсыздығы әркімнің қиялынан асып түседі. Бұл серияның соңы. Сәлем, мен Еркемін. Келесі видеода сіздер кальмар ойынының 4-5 сериясын тамашалайсыздар. Арчи құрған командадағы 4 жігіт 4 көзі түгел болып аман-есен келесі турға өтті. Бұл тәтті ойыннан 87 адам шығып кетті, яғни бонус 34 миллиард 800 миллионға толды. Кербез әйел жыланбасының командасына өтті. Бұл команда өте зұлым еді. Кезекке тұрып тамақ алғаннан кейін тағы да кезектен тыс тамақ алып, басқа 5 адамның тамағын жеп алды. Еркектердің бірі ашуланып шу шығарып еді, қатыгез жыланбас оны тепкілеп өлтіріп тастады. Ал ұйымдастырушылар бонусты 100 миллион вонға ұлғайтты. Бұл әрекет ойыншыларға бір-бірін өлтіруге рұқсат бергендігін білдірді. Олар әлсіз ойыншыларды келесі турға жібермей өздері өлтіргісі келді. Жарықты өшірмес бұрын ақылды Очкарик бүгін түнде ұйықтауға болмайтынын және қанды шайқас болатынын болжады. Арчи ұрлықшы қыздың жыланбаспен жау екенін біліп, оны өзінің тобына қосылуға көндірді. Сонымен қатар алдын ала ойын шарты туралы түсініктеме алып жүрген мамандығы дәрігер ойыншы бетперде кигендердің бақылауымен өлтірілген адамдардың денелерін кесу орнына келесі ойын не туралы екенін ақпарат алады. Бұл ойыншы аман қалу үшін жыланбастың командасына қосылғысы келеді. Бірақ жыланбас оны менсінбеді. Дәрігер ойыншы оған келесі ойын шарты туралы білетінін айтқанда жыланбас командасына қосып алды. Жарық өшкенде бәрі күткендей бір-біріне шабуыл жасап өлтіре бастады. Ұйымдастырушылар да жыпылықтайтын шам қосып жағдайдың ушығуына атсалысты. Қараңғыда жыланбас ұрлықшы қызды тауып алып шабуыл жасады. Ұрлықшы қыз тығып әкелген пышағымен жыланбасты жарақаттады. Оны Арчи құтқарып қалды. Осы сәтте Арчи қария бірдің орында жоқ екенін анықтап іздестірді. Бір кезде ол ең жоғарыға шығып алып, бұл құрылыста доғарыңдар, бұлай жалғаса берсе бәрі қырылып қалатынын айтып басу айтқанын көрді. Содан кейін ұйымдастырушылар төбелесті тоқтатып, алаңға өлген адамдарды жинауға адамдарын жіберді. Бұл кезде полиция Хуан бетперде киіп келіп, жасырын түрде Арчиден Хуан деген ойыншы бар ма деп сұрады. Бірақ ойыншылар бір-бірінің атын білмегендіктен оған көмектесе алмады. Бұл түні 27 адам қайтыс болды, тек 80 адам қалды. Дәрігер жыланбасқа жарасын тігіп беруге көмектесіп толықтай тобына қосылды. Ал кербез әйел командаға толықтай қосылу үшін әлі де көп
көп күш салу керек. Жыланбас екеуі туалетте кездесіп, кербез әйел жыланбасқа өзін лақтырып кетпей соңына дейін бірге баруға уәде бергізді. Бірақ жыланбас ойынның келесі турында лақтырып кетті. Себебі келесі турға командаға 10 адам керек және қандай ойын екенін дәрігерден алдын ала біліп алған еді. Кербез әйел жыланбасқа ерте ме кеш пе әйтеуір өлтіруге ант берді. Ақылда Чикарик 10 адамнан тұратын ойын болғандықтан қарсы топпен ойын болатынын болжады. Ол өз командаларына мықты ойыншы шақыруды тапсырды. Ұрлықшы қыз бір қыз қосты. Қария әлсіз науқас болғандықтан оның тобына ешкім қосылғысы келмей, адам шақыра алмады. Соңында кербез әйел бұл командаға өзі келіп қосылды. Келесі ойын арқан тартыс болды. Арчи командасы әлсіз еді, себебі 3 әйел бір қария бар. Зәрелері ұшты. Ойын басталды. Ережесі қарапайым. 8 команда 2-ге бөлініп өзара сайысқа түседі. Ойынды бірінші болып жыланбастары бастады. Оларға қарсы командада 2 әйел бар. Олар оп-оңай жеңіске жетті. Арқан тартыс алаңы 10 метр биіктікте орналасқан. Ойыншылар арқамен бекітілген. Арқан ортадан шекарадан өтетіндіктен сәтсіз команда жерге құлап түсіп өледі. Енді қызықтың көкесі басталды. Арчидің командасы ерлерге толау командамен арқан тартысатын болды. Салдары суға кетіп тұрғанда қария бір тұрып, жас кезінде арқан тартудың шебері болғанын айтып, өзінің тактикасымен бөлісті. Алдыңғы қатарға көздерінен үркетіндей мықтыларды қойды. Үйкелісті күшейту үшін арқаның екі жағына кезек тұрды және ойынның алғашқы 20 секундында тапжылмай артқа шегініп сол қалыпты ұстап тұру керек. Бұл тәжірибеден кейін қарсыластар сәл дүрбелеңге салып қолайсыз жағдайға түсті. Бірақ ер адамдар командасы бәрібір басымырақ болды. Өмір мен өлімнің ортасында Чикарикке бір ой келді. 3-ке дейін санағанда бәрі бірден алға 3 қадам жасаңдар деп бұйырды. Бұл өз-өзіне қол жұмсаумен тең еді. Бірақ ешкімде ойлануға уақыт жоқ. Бәрі солай бірден алға жүргенде қарсылас команда бәрі жерге құлады. Дәл осы сәтті пайдаланып Арчи командасы әрең деп жеңіске жетті. Арчи командасының жеңіске жеткеніне жыланбас қатты таң қалды. Ойын аяқталғанда бетперде кигендер мәйіттерді алып кетті. Тірі адамдарға белгі қойды. Кремация кезінде табыттарды біреу заңсыз алып кетті және дәрігерді шақырып алды. Арчи командасымен жеңіске жетсе де әлі сақ жүрді, себебі түнде жыланбас тағы шабуыл жасауы мүмкін. Арчи оған бәрімен жау болса, бәрі жабылса өлетінін ескертті. Содан кейін ол командасына бүгін түнде демалуды бұйырды. Жарық өшкенде Арчи алаңдап ұйықтай алмады. Қария бірде қасында күзетіп отырды. Екеуі өткен өмірі туралы әңгімелесті. Сол кезде Арчи де қазіргідей қамалды үйіп салып серіктерімен кезектесіп түнде күзететін болған. Ол кезде Арчидің жұмысы жақсы болды. Ол көп жұмыс жасады және ешқашан қателеспеді. Бірақ жоғары деңгейдегі басқарудың арқасында зауытта үлкен қысқартуларға себеп болды. Ол басқа да жұмыстан қысқартылған қызметкерлермен бірге зауытты басып алып ереуілге шықты. Дүрбелең астында ол өзінің серіктерінің өліп жатқанын көрді. Бірақ ақырында өзіне тиесілі қаражатты қайтара алмады. Осы сәтте қария бірдің қызуы көтеріліп кеткенін көрді. Оны жатқызып, ұрлықшы қыз көмекке келді. Дәл осы кезде дәрігер дәретханаға барады деген сылтаумен маска киген адамдар алып кетіп, мәйіттің алдына келді. Бетперде кигендер дәрігердің көмегімен мәйіттердің органдарын алып сатады екен. Оның орнына дәрігерге келесі ойын туралы ақпарат беріп жүр екен. Хуан полиция ауыстырған маска осы қатысушылардың бірі болды. Ол байқаусызда жойылғандардың мәйіті туралы ақпаратты басқалардан сұрастырды. Бір бүйрегі жоқ мәйітті көргенде толқып өзінің кім екенін білдіріп қоюға сәл қалды. Осы кездер бәріне тыныштық сақтауын талап етті. Себебі ойыннан шығып ота жасау өте қиын еді. Бәрі үндерін өшірді. Ота аяқталғаннан кейін полиция Хуан тауарды жеткізу үшін басқа адаммен аралға кеткісі келді. Дәрігер келесі ойын шартын сұрағанда маска кигендер оны білмейтін болып шықты. Ойын шартын білмесе жыланбас оны өлтіруі мүмкін. Ол сыртқа шығып маска киген адамды пышақпен қорқытып келесі ойын туралы ақпарат беруін талап етті. Маска киген жігіт есікті ашу керек деген сылтаумен дәрігерді қағып кетті. Дәрігер оған 3 рет пышақ тығып өлтіріп тастады да қашып кетті. Маска киген адам мылтығымен қуып жетіп оны өлтірмейтінін сендіру үшін маскасын шешеді. Оның бәрін бақылап отырған ұйымдастырушы капитан келіп маска киген адамның қолын оқпен бөлді. Оның айтуынша, қол астындағылардың қосымша ақша табу үшін мәйіттің мүшелерін сату маңызды емес, бірақ келесі ойын туралы ақпарат беріп отыру ойынның әділдігін бұзады. Бұған жол жоқ деді. Бұл ережені бұзған адам өлтіріледі. Басқа жақтағы мүшелерді тасымалдауға жауапты бетпердеші Хуан полициядан күмәндана бастады. Пышақпен қорқытып маскасын шешуді талап етті. Бірақ Хуан полиция тапаншамен қарсы тұрды. Хуан полиция бірден өзінің сұрағын қойды.
бір бүйрегі жоқ мәйіт бәлкім оның ағасы болуы мүмкін. Себебі ағасы оған бір бүйрегін берген еді. Бірақ маска киген адам мәйіттің әйел адам екенін айтты. Сенбесе капитанның бөлмесіне барып тізімді тексере алатынын айтады. Хуан полиция алдындағы адамды атып тастап, капитанның бөлмесіне желдеткіш арқылы кіріп іздестіру жұмысын бастады. Капитан дабыл қағып барлық ойыншыларды оятып, маска киген адамның жоғалып кеткенін айтып, тергеуге кірісті. Барлық ойыншылар тұрғанда қария бір тұруға шамасы жоқ, ауырған, шаршаған, шалбарына сиіп қойған. Мұны көрген Арчи киімін шешіп, белін орап берді. Полиция Хуан капитанның тергеуге кеткенін пайдаланып, қатысушылардың тізімін тексере бастады. Бұл ойын әлемде 30 жылдан астам уақыттан бері бар, бірақ осы уақытқа дейін ешкім білмегеніне қарағанда ұйымдастырушылардың шынымен мықты екенін білдірді. Ол қатысушылардың тізімінің арасынан ағасын тапты, және ол 2015 жылы ойыншылардың жеңімпаз екенін білді. Бұл 4 пен 5 серияның соңы. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі серия жақын арада шығады, жіберіп алмаңыздар. Сәлем достар, мен Еркемін. Бүгін сіздер Кальмайро ойынының 6-7 сериясын тамашалайсыздар. Капитан іздеуді бастауға бұйрық берді. Капитанға қоңырау түскен айта кеткен жөн. Оқиға орнына VIP деп аталатын топ келмекші. Оған дейін бұл жердегі мәселені тезірек шешу керек. Келесі ойын жақын арада басталады. Стадионға бара жатқан жолда барлығы дәрігер мен бірнеше бетперде киген денелерді көпшілікке көрсету үшін асылып тұрғанын көрді. Капитан сонымен қатар ойыншылардан салтанатты түрде кешірім сұрап, және оларға бұл топ ережені бұзғанын хабарлады. Ойын басталмас бұрын ұйымдастырушы ойынның бұл турына 2 жұп қажет екенін хабарлады. Ойынның соңғы кезеңінің тәжірибесін білгеннен кейін барлығы мықты командалас тапқысы келеді. Очкарик бірден күшті Чорныйды тапты. Ұрлықшы қыз алдыңғы раундта бірге болған қыз Сяомиге барды. Басқалары да топтаса бастады. Айта кету керек, бастапқы ойыншылар 40 адам. Бірақ дәрігердің өлімі 39 адамға айналғандықтан бір адам артық. Барлығы ол адам жойылатынын болжайды. Осы топтағы адамдардың арасында қария бір жойылу тағдырының құтыла алмады. Нәтижесінде Арчи бір қария бірмен ойнауға шешті. Енді қызық, кербез қызға пар табылмады. Ешкім кербез қызбен бірге болғысы келмейді. Командалық уақыт аяқталды. Кербез қызды шыңғыртып бетперде киген адамдар алып кетті. Барлығы ойын алаңына бірінен соң бірі кірді. Бұл алаңның тақырыбы еске алу. Маскашы қатысушылардың әрқайсысына 10 мәрмәр таратып берді. Арчи мен қария бірдің қуанышында шек жоқ. Екеуі де мәрмәрдің шебері. Екеуі саусақтары мен басқа ойыншылардың мәрмәрін жеңуге дайындалуға ант береді. Бірақ ұйымдастырушы ережелерді жариялаған кезде Арчи бірден есінен танып қалады. Бұл ойында олар жеңімпаз деп танылу үшін өз әріптестерінен 10 мәрмәрді ұтып алуы керек. Ойын әдісіне келетін болсақ, күшпен жұлып алудан басқа ешқандай шектеулер жоқ. Қария бір кәрілік ауруы ұстап танымай қалады және ұйымдастырушының айтқанын түсінбеді. Очкарик күшпен қатысты емес екеніне қорықпай қалды. Очкарик Чорныймен жұп болғанына қуанды, себебі одан өзін артық санады. Екеуі жұп немесе тақ мәрмәрден алып қолына жасырды. Дұрыс тапқан адам мәрмәрді жеңеді. Жыланбас пен оның бірінші нөмірлі досы да бұл ойынды қолданды. Нәтижесінде жыланбас ұтылып, тастары өте аз қалды. Жыланбас бұлай жалғаса берсе өлетінін біліп, сол үшін ойын әдісін өзгерткісі келді. Шыңғырға мәрмәр тастау арқылы нәтижені көреді. Досы еріксіз келіседі. Тек тағдыры бәсең 2 адам. Ұрлықшы және Сяоми ойынды бастамады. Оларда толық балалық шағы жоқ, сондықтан олар ешқашан мәрмәр ойнамаған. Сяоми ойынға немқұрайлы қарайды. Екеуінің бірі жарты сағатта өлуі керек. Олар бір-бірімен өздері туралы әңгімелеседі. Сяомидің көзі жанып, ұрлықшы қыздың мұнда ақша табу үшін неге келгісі келгенін сұрады. Ұрлықшы қыз өз тарихын айтып берді. Ол солтүстіктен қоныс аударушы. Басқан кезде әкесі күтпеген жерде қайтыс болып, анасы ұсталып қалып елге қайтарылды. Ол інісімен бірге оңтүстік Кореяда жалғыз қалады. Егер ол ақшаны ұтып алып тірі қалса, анасын алып келуі керек және інісіне толық отбасы және балалық шақ бергісі келеді. Сяомидің әңгімесі өте қайғылы. Оның әкесі анасын зорлап, кейін өлтіреді. Сяоми әкесін өз қолымен өлтірді. Кейін түрмеге жатып шығып шыққаннан кейін қайда барарын білмей, ақыры ойынға қосылады. Очкариктің басы қатты жасағанымен ойыннан қолы шықпайды. Жолы болғыш Чорный Очкариктің мәрмәрін ұтып алды. Очкарикте соңғы мәрмәр қалады. Очкарик Чорныйге өлгісі келмейтінін айтты. Олар бір-бірін өлтірмеуі керек және олар алға қарай бірге жұмыс жасаймыз деп сендірді. Мейірімді Чорный шынымен де Очкариктің көз алдында өлгенін көргісі келмей, ойынды тоқтатады. Екеуі басқа ойыншылардың жағдайын бақылау үшін екіге бөлінді. Сондай-ақ Очкарик қалтаны қақтығыс кезінде қауіпті екенін айтып, Чорныйдың қалтасына
жіп байлап тағып береді. Бұл уақытта жыланбас пен досы арасында ойын ең маңызды буынға жетті. Қарапайым тілмен айтқанда, олар ойнайтын ойын мәрмәрлер шұңқырға кіргізсе, сол алаңдағы барлық мәрмәрді алып кете алады. Енді екеуінде де соңғы мәрмәр бар. Жыланбас мәрмәрді лақтырып жібергенде үңгірдің аузына тоқтады. Досы мәрмәр тастаған кезде жыланбастың мәрмәріне тап болды. Енді жыланбас 20 мәрмәрді бірден жеңіп алды. Досы қашып кетуге қабырғадан секіргенде, бірақ күзетші атып тастады. Оқ ату Черныйдың назарын аударды. Очкарик мүмкіндікті пайдаланып екі жақтың қалталарын ауыстырып жіберді. Осыдан кейін Черный басқа ойыншылардың жағдайын бақылай бастады. Очкарик барлық мәрмәрді алып шығып кетті. Осы кезде Сяомей мен ұрлық-шығыз ойынның формасын шешті. Екі адам мәрмәрді қабырғаға жақындатып лақтыру керек. Сяомей ұрлық-шығызға бірінші болып тастатқызды. Келесі кезекте Сяомейдің бұл әрекеті ұрлық-шығызды қатты таңғалдырды. Себебі Сяомей әдейі мәрмәрді бірден жерге тастай салды. Бір күн ғана кездескен адамдар ұрлық-шығыз үшін өз өмірін беруге дайын. Ол жылап Сяомейден неге олай болғанын сұрады. Сяомей ұрлық-шығызбен сөйлескенде, егер ол сыртқа шықса не істейтінін өзі білмейтінін айтты. Ал ұрлық-шығызды әлі де туыстары күтеді. Ол інісіне қамқорлық жасауы қажет. Сяомей оған өз үлесімен жақсы өмір сүруге мүмкіндік берді. Дәл осылай өмір мен өлімді оқ ату арқылы ажыратады. Ұрлық-шығыз қайғырып кетеді. Қазіргі уақытта Черный әлі күнге дейін бүкіл әлем бойынша очкарикті іздеуде. Қалтаны таспен толтырылғанын білгенде, ол көз бойында бағып жүрген очкарик ағасы оған опасыздық жасағанын түсінді. Арчиге қайтадан келсек, қария бір қолын ұстап, ойынды да ойнамай осы жерде серуендетті. Мына макет қария бірдің өскен жеріне ұқсайды. Ол көше бұрышына өткен сайын өзіне өмір туралы бірдеңе айтып береді. Альцгеймер ауруы пайда болған сияқты. Уақыттың аз қалғанын көрген Арчи жалынып қоя алмады. Ақыры қария бір онымен ойын бастады. Екеуі де тақ және жұп сандарын тапты. Қарияның жолы болды, ол жеңе берді. Арчи соңғы мәрмәрге дейін жоғалған кезде жүрегі түбіне дейін түсті. Шарасыз күйге түскенде ол қария бірдің ауруы ұстағанын біліп, оны айламен жеңгісі келді. Солайша қария бірдің қолындағы мәрмәрді біртіндеп жеңіп алды. Қария бірдің қолында соңғы тас қалған кезде ол тағы да есінен ауса бастайды. Ол бала кезінде есінде қалған ескилерді іздеп шынымен табады. Уақыттың жақындап қалғанын көрген Арчи қария бірді ұстап алып, оны есін жинауын өтінеді. Бұл кезде қария бір байсалды түрде конға барлық тастарды салуды өтінеді. Бұны естіген Арчи жынданып, 19 тас пен бір тасты қалай конға қоямыз дейді. Сол кезде қария бір, ал сен алдап алған тастарың әділ ме деп сұрайды. Арчи не айтарын білмеді. Қария бір оны жықпай қолындағы бір тасты оның қолына ұстата салады және онымен соңғы сапарда бірге болғанына рахметін айтып, оның аты Уинан екенін айтады. Арчи көз жасымен шығып кетеді. Содан кейін оқ атылады. Барлығы демалыс орнына оралғанда кербез қыздың тірі екеніне таң қалды. Әділдік қағидасына сәйкес артық адам жойылмайды, келесі турға өтеді екен. Арчи мен ұрлық-шығыз жұптарының өлгеніне қайғырады. Алайда олардан да бір ағаның жұбы әйелі. Осы сәтте ол мүлде құлап, қайғырып барлығын ойынның үзілуіне дауыс беруін өтінді. Өкінішке орай оның ұсынысына ешкім жауап бермеді. Капитан бастапқыда полиция хуанын ауыстырған бетперде киген адамның денесін алу үшін біреуді жіберді. Ол полиция хуан мәйіттің қалтасындағы жеке куәлік арқылы ұйымдастырушыға кіргенін растады. Бір түнде сүйікті әйелін жіберуге келген қатысушы жалғыз өмір сүруге шамасы келмей, әйеліне қосылуды таңдады. Ал олардың өмірі мен өлімі байлар үшін ойын-сауықтан басқа ештеңе емес. Аралға бетперде киген VIP тобы келді. Олар құмар ойындармен айналысатын бай адамдардың аз ғана бөлігі еді. Көңіл көтеру үшін ойынды жеке көруге келді. Полиция хуан мұны байқап, даяшылардың бірін өлтіріп, киімін киіп қайтадан ұйымдастырушыларға кірді. Бұл мәртебелі қонақтардың көз алдында ойындардың жаңа кезеңі өтуде. Ойыншылар бірден 16-ға дейінгі санды таңдау керек. Олар санның нені білдіретінін білмейді, сондықтан көпшілігі ортадағы санды таңдайды. Бұл тұрақтылық пен адамгершілік. Ұйымдастырушы мәртебелі қонақтардың өтініші бойынша бірнеше кеңестер шығарды. Сосын ойыншылар сан ойын тәртібін анықтайды. Егер бұл жарыс ойыны болса, алдымен ойнаудың уақыт артықшылығы бар. Ойын ойнағаннан кейін тәжірибе жинауға болады. Басқалар таңдаған кезде тек 1 мен 16 ғана қалды. Арчи номері 1-ді алғысы келді. Содан кейін бір аға ұсыныс жасап, ол өмірінде ешқашан бірінші болмағанын, бірінші номерді таңдағысы келетінін айтты. Арчи оған бір санын берді. Бұл аға Арчидің өмірін сақтап қалған екен. Олардың ойыны әйнек көпірден өту. Көпірде барлығы 18 деңгей бар. Әр деңгейде 2 әйнек бар. Біреуі шыны әйнек, ал екіншісі қарапайым әйнек. Оны басса, ондаған метрден жерге құлайды. Басқаша айтқанда, дұрыс бағытты тексеру үшін көпірге бірден соң бірі өмір қажет. Бұл ойын шарты барлық ойыншыларға 16 минут беріледі. Нөмірін бірінші аға орнынан түсуге батылы бармайды. Жыланбас оны жүрмесе итеріп жіберетінін ескертті. Аға тәуекелге бел буып бірінші қадам жасады. Алғаш рет дұрыс басқанмен келесі қадамда ол кәдімгі әйнекті басып құлап кетті. Алдыңғы орынды басқалар кеткісі келмесе де шығарды. Олар тәуекелдеп алға жүруден басқа амал жоқ. Бірнеше адам жойылғаннан кейін жүріс баяулап қалды. Қазіргі уақытта VIP бөлмеде қуатын бір
вип бар. Маска арқылы полиция Хуанның қасы өте жақсы екенін айтып, оны бөлмеге жеке алып кетті. Ол полиция қызметкері Хуанға жақсы нәрсе көрсеткісі келеді. Қарсыласы киімін шешкенде офицер Хуан артқа бұрылып қарсыласын қорқытып барлығын мойындауға мәжбүр етті. Ол мұнда не біледі, бәрін камераға жазып алды. Бұл уақытта ойынның аяқталуына 5 минут қана қалды және маршрут жартысынан көбін құрайды. Ойыншы жыланбастың алдында құлап бара жатқанда, жыланбас ортада тұрып алып, алға жылжымай, өлсе бәріміз бірге өлеміз деп, немесе басқалар бірінші болып шықсын деп тұрып алды. Кербез қыз оның бұйрығына сәйкес соңына дейін бара алмайтынын біледі. Сондықтан оған дейін ол жыланбасты өлтіруге және сатқындық жасаған үшін кек алуға уәдесін орындау үшін жыланбастың аяғына жабысып алып, оны бірге төмен қарай тартып қалады. Жыланбастың өлгенін көрген ойыншы ақыры өз шеберлігін көрсетуге дайын болды. Бұл адам әйнек зауытында 30 жыл жұмыс жасаған. Шыңдалған әйнек пен қарапайым әйнекті жарықтың сынуымен ажыратуға болады. Дәл осылай олар тағы бірнеше деңгейден өтті. Виптерге бұл ұнамай қалды. Оның не қызығы бар деді. Капитан еш алаңдамай көпірдегі жарықты сөндірді. Бұл қарапайым көзбен әйнектің түрін ажыратуға мүмкіндік бермейді. Дәл қазір соңғы деңгей. Ойынға санаулы секундтар қалды. Бұл кезде очкарик тістеніп, әйнек жұмысшыны алдыңғы жағына тікелей итеріп жіберді. Ол соңғы әйнекті сындырып жолды көрсетті. 3 адам қалды. Очкарик ұрлықшы қыз Арчи мәреге жетті. Уақыт нөлге келген кезде көпір күлге айналды. Әйнектің сынықтары ұшып, ұрлықшы қыздың түрі кенеттен өзгеріп кетті. Осы кезде біреу жалаңашталған випті тапты. Капитан дереу команданы қайтадан іздеу бастады. Ақырында капитан өз бөлмесінде құбырда полиция Хуанмен бетпе-бет кездесті. Капитан адамдарды қуып жеткенде, полиция Хуан алдыңғы жолы кірген жолмен қашып кетті. Ойын ішіндегі ойыннан тыс жарыстар аяқталуға жақын. Бұл 6 мен 7 серияның соңы. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі серия жақын арада шығады, жіберіп алмаңыздар. Сәлем достар, мен Еркемін. Бүгін сіздер көптен күткен кальмар ойынының соңғы сериясын ұсынамыз. Арчи, очкарик және ұрлықшы қыз аман қалған соңғы 3 адам болды. Арчи аман қалса да ол бақытты бола алмады. Ол очкариктен басқалардың деңгейден өту үшін неге құрбан болу керек екенін сұрады. Егер ол Арчи болса, очкарик құрбан ете бере ме деп ойлады. Очкарик ашулы түрде оның Арчи үшін өлімге itергенін айтып, бірақ ризашылық білдірмеді. Ол Арчидің өмірі нашар болу себебі басы дұрыс жасамайды және басқалардың жұмысына жағаласады деді. Арчи оның көздеріне қарап тұрып, мен осында болған себебіммен пайдасызбын. Олай болса мұнда данышпан бола тұра неғып жүрсің деп сұрады. Осы кезде ойын жүргізген бетперде киген адам пайда болып сыйлық берді. Оларға ресми киім киюін сұрады. Киім ауыстыру үшін дәретханаға барғанда ұрлықшы қыз жарақатын анықтады. Ол соңғы раундта соңғы әйнек жарылған кезде оның сынған әйнегінің үлкен бөлігі оның қарны тіліп кеткен еді. Қазіргі ұрлықшы қыздың денесі әлсіреп барады. Осыдан кейін бірден бұл бәс ойынның ұйымдастырушылары аман қалған 3 адамды мерекелік кешкі асқа шақырды. Арчи мен очкарик тамақты асап-асап жеп алды. Олар жақында тағы бір соңғы раунд болатынын біледі. Тек ұрлықшы қыздың денсаулығына байланысты тамақ батпады. Тамақтанғаннан кейін ұйымдастырушы үшеуіне күтпеген жерден пышақ берді. Үшеуі бір-біріне қарады. Олардың жүздері қырағылыққа толы болды. Екінші жағынан полиция қызметкері Хуан ақыры жақын аралда қашып сигналды тапты. Ол бастыққа жағдайды хабарлауға телефон соқты. Өкінішке орай сигнал үзіліп, екінші жақ анық естімеді. Полиция Хуан алдымен жол бойында суретке түсірген ақпаратты жіберді және қашып кетуді жалғастырды. Ақыры бетперде киген адамның капитаны оны бөгіп тастады. Полиция Хуан ұйымдастырушы капитанға жақындаса оқ атам деп қорқытты. Дегенмен ұйымдастырушы полиция Хуанда бір ғана оқ қалғанын есептеді. Капитан полиция Хуанды мойынсынуға және одан шығудың жолын іздеуге көндірді. Келесі көріністі көргенде полиция Хуан есіне дана жаздады. Себебі капитан бетпердесінің астында іздеп жүрген ағасы Хуан болып шықты. Хуан ағасы бірнеше рет полиция Хуанды көндіруге тырысты, бірақ нәтиже жоқ. Амалы жоқтан ол інісінің иығына атып жіберді. Полиция Хуан жардан құлап түсті. Түнде аман қалған 3 адам қырағы болып ешкім ұйықтауға батылы бармады. Арчи ұзақ уақыт бойы ұрлықшы қыздың денсаулығы дұрыс емес екенін сезді. Қазір оның жағдайы нашарлап барады. Ұрлықшы қыз жарақаты туралы айтпады және оны анық айтудан бас тартты. Соңғы ойында 2 адам бірігіп очкарикті жеңейік, бонусты бөліп осы жерден кетейік деп жоспарлады. Арчи тіпті ақшаны қалай жұмсауды ойлап қойған. Қарызды қайтарып, анасына өмір бойы қамқор болып, қызының алдындағы әке міндетін орындау керектігін айтты. Ұрлықшы қыз Арчидің қызы інісімен құрдас екенін естіп, ол Арчиға кім жеңсе де 2 адам бір-бірінің отбасына қамқорлық жасауы керек деп уәде берді. Бұл кезде Арчи очкариктің ұйықтап қалғанын көріп, бұл мүмкіндікті пайдаланып, очкарикті өлтіруге дайындалды. Сол сәтте ұрлықшы қыз тоқта, сен ондай адам емессің деді. Арчи бұрылып қарады, ұрлықшы қыз өліп қала жаздады. Тек содан кейін ол ұрлықшы қыздың үлкен жарасын тапты. Арчи жүгіріп шығып көмек сұрап есікті қатты ұрды.
Алайда бетперде киген адамдар құтқару үшін келген жоқ. Олар мәйіт салатын қорапты әкелді. Дәл осы сәтте Очкарик қарсылық көрсетпеген ұрлықшы қызды өлтірген еді. Ашуланған Арчи шабуыл жасамақ болған кезде бетперде киген адам тоқтатып қалды. Оның жек көрушілігін тек соңғы ойынды шығаруға болады. Көп ұзамай түпкілікті ставкалар ойыны басталады. Арчи монетаны болжау арқылы алдымен таңдау құқығын алады. Маскашы ойын ережелерін түсіндірмеді, бірақ Арчи шабуылшы мен қорғаушы арасында таңдау жасауға мүмкіндік берді. Ашудан жанып тұрған Арчи шабуылшы болуды таңдайды. Содан кейін ережені түсіндіру сілтемесін енгізеді. Байқаудың бұл туры корей балаларының сүйікті ойыны кальмар ойынын таңдады. Қорғаушы шабуылшыны шектен шығарып жеңеді. Шабуылшының жеңу шарты кальмардың басын басу керек. Егер тараптардың қайсысы өлсе, аман қалушы жеңеді. Ойын басталады. Арчи Очкарикке қатты ашулы, оны өлтіргісі келді. Ойын басталған сәтте оның көру қабілетіне әсер ету үшін Очкариктің бетіне бір уыс құм шашып жіберді. Бұл кезде кенеттен жауған жаңбыр бұл соңғы шайқасқа қайғылы жағдайды қосады. Екі жақта уақытша тоқтатты. Очкарик те ұрлаушы қызды өлтіргенін айтты. Себебі Арчи мен ұрлаушы қыз бірігіп кетеді деп уайымдаған. Осылайша Очкариктің жүлде ақшасы да жойылмақ. Арчи азап шегіп, егер ұрлаушы қыз болмаса сен менің пышағымнан өлетін едің деді. Шындығында, егер ұрлаушы қыз болмаса ол Очкарикті өлтіруі мүмкін еді. Финалдық жекпе-жек басталды. Бұл бала кезде кальмар ойынынан да қайғылы. Екі жақ бірігіп күресуге барын салды. Очкариктің жеңіске жеткенін көріп өлтіруге аз қалғанда Арчидің жынды ит қауып алғандай ашуланып бірінен соң бірі ұрды. Осы бір сәтте Очкарикті өлтіруге және бір уақытта ақша алуға мүмкіндік бар болды. Бірақ соңында ол кальмардың басына қарай қадам басты. Келер алдында Арчи кенеттен тоқтап, мен ойынды тоқтаттым деді. Ол Очкариктің жанында бетперде киген адамға барды. Ақырында ол да досының өліміне жүрегі шыдамайды. Енді олардың екеуі ғана қалды. Ережеге сәйкес ойыншылардың жартысы қалыс қалады және ойын үзілуі мүмкін. Ол бұл тозақтан Очкарикпен кетпекші. Ойынды алыстан бақылап тұрған виптер сол кезде таң қалды. Ешкім Арчи үлкен бонустан бас тартады деп ойлаған жоқ. Осы кезде Арчи екеуі жас кезінде осындай ойындар ойнаған кезде анасы келіп оларды кешкі асқа үйге шақыратын. Бірақ қазір оларды шақыруға ешкім келмеді деді. Арчи ақшадан айырылатынына қарамастан Очкарикті үйіне алып кетуді жоспарлап отыр. Бұл кезде кінәлі Очкарик өзін өлтіруге бел буды. Себебі ол осылай сыртқа шықса да аман қалудың жолы жоқ екенін білетін еді. Өлердің алдында анашыма қамқор бол деп сөз қалдырды. Бұл күнгі жаңбырдың қатты болған соншалық Арчидің ауыр дауысы бүкіл әлемді шарлады. Бұл ойын аяқталды. Экран бұрылғанда көзі байланған Арчи капитан Хуанға неге олай істеп жатырсың деп сұрайды. Ол сізге ат жарысы ұнайды, бәріңіз сол ойындағы атсыңдар деп жауап берді. Арчи өзінің жеке басына сұрақ қойғанда Хуан капитан жауап бермеді. Ол түтін жіберіп оны талдырды. Қайтадан оянғанда Арчи жанданған көшеде болды. Ол банк картасын аузынан түкіріп жіберді. Үмітсіз Арчи банкке барып 10.000 вон алды. Ағымдағы баланс суық 45 миллиард 59 миллион 999 мың қалды. Сол түні Арчи Очкариктің мамасының балық дүкеніне келді. Очкариктің анасы оның бетіндегі жараны көріп Арчиға балықты беріп сорпа жасап іштеді. Ол Арчиден Очкарик баласының қайда екенін біле ме екен деп сұрағысы келіп батылы жетпей тоқтап қалды. Арчи жаман сезіммен үйге үнсіз келді. Үйіне келсе анасының суық денесін тапты. Көзі ашу жұмғанша бір жылдан кейінгі қыс келді. Арчи ақша сақтаған банк басшысы оны шақырып алып Арчиді мүлде түсіне алмайтынын, өткен жылы картадағы ақшаның бір тиынға неге тиіспегенін сұрады. Бұл жолы Арчиді арнайы VIP қолданушылардың жоғарғы қызметімен таныстыруға шақырды. Арчи үндемеді, бірақ басшыдан 10.000 вон қарыз қалып кетіп қалды. Түнде Арчи өзен жағасында шарап ішіп ес-түссіз отырды. Кедей әже одан бір шоқ гүл сатып алуды өтінді. Содан кейін Арчи гүлдегі картаны көріп қорқып кетті. Кальмар ойынының ұйымдастырушысы оны кездесуге шақырды. Арчи асығып кімнің тұрғанын көру үшін келісілген жерге жүгірді. Арчи көрген адамға сене алмады. Баяғыда өлу керек болған қария бір болып шықты. Осы сәтте ол аурухана төсегінде өлуге жақын еді. Қария бір Арчидің таңғалғанына мән бермеді және Арчиді бәске қою үшін астыңғы қабаттағы масты көрсетті. Мұндай ауа райында егер оған ешкім мән бермесе қаңғыбас үсіп өледі. Егер біреу сағат 12-ге дейін қаңғыбасқа қол созса, Арчи жеңеді, әйтпесе қария бір жеңеді. Егер Арчи бірінші жеңіске жетсе, ол өзінің барлық күмәніне жауап береді. Ашуланған Арчи бұл ставкаға сауда чипін қосты. Арчи меншігіндегі барлық нәрсеге ставка қояды. Егер ол жеңсе, қария бірді өзі өлтіреді. Қария бір өзінің есімін есігі бар екен, ол отбасымен жайде бірге тұрғаны шындық екенін айтты. Осы кезде Арчи қаңғыбасқа келе жатқан адамды көрді, бірақ жай ғана қарап қайтадан асығып кетіп қалады. Қария бірдің Арчиға қарағанда көбірек сұрақтары бар және ол адам басына өткеннен кейін адамзатқа сенуге дайын ба деп сұрайды. Біресе одан өзінің кінәсіне байланысты картадағы ақшаны қолданбағанын сұрады. Арчи қайтадан жауап бермеді және қария бірдің не үшін бұлай жасағанын сұрады. Қария бірдің жауабы қатыгездік.
Ақшасыз кедейлер мен байлардың ортақ бір қасиеті бар. Бұл өмірде қызық емес. Бай адамдар көңілді болуы қиын. Себебі олар қалаған жасай алады. Өмір үшін күресіп жатқан адамдарды көру олардың сирек кездесетін рахаты. Қария бір ойыншының бұл ойынға қатысуының себебі де сол. Ол ең жақын қашықтықта өмір мен өлім арасында жүрген адамдардың толқуын сезінгісі келеді. Ақыр соңында Арчиді аман қалдырады. Себебі Арчи қартқа бала кезіндегі достарымен ойнаудың қуанышын табуға көмектесті. Сағат 12-ге дейін санаулы секундтар қалғанда бұрын кеткен жолаушылар үйсіз-күйсіз жүргендерге полиция шақырып әкелді. Арчи қариядан ставканы ұтты. Өкінішке орай бұл уақытта қарияның өмірі де аяқталды. Ақырында ол Арчидің күмәнін шешуге көмектесе алмады. Келесі күні Арчи салонға шаш қиюмен қырыну үшін барды. Тағдырымен күрескісі келгендей ол өте әсерленген қызыл шашқа бояды. Ол ұрлықшы қыздың інісін балалар үйінен алып Очкариктің анасына тапсырды және анасына бір сумка ақша қалдырды. Бұл Очкариктен қарыз қалған ақша меді деп жазба қалдырды. Осылайша бір оқпен екі қоянды атты. Арчи шетелге қызын көруге барғысы келді. Көлікте болған кезде Лю ағаның кальмар ойыны қосылып кететін адамды қоздырып жатқанын көрді. Лю аға Арчидің біртүрлі күлкісін де көрді. Арчи оны қуған кезде Лю ағай Пусан метросына мініп кетті. Екеуі бір-біріне қарады да біразға дейін үнсіз қалды. Осы кезде Арчи артқа бұрылып ойынға қатыспау керектігін ескерту үшін төменге түсіп жатқан адамның ойын картасын тартып алды. Арчи әуежай фойесінде отырады және ұзақ ойланды. Ол ұшаққа отырар алдында ойын картасын телефон нөмірін терді. Екінші тарап ойынға жаңа адамдар шақырады. Ашуланған Арчи шетелге шығу мүмкіндігінен үзілді-кесілді бас тартты. Бұл 8 мен 9 серияның соңы, яғни бірінші сезонның соңы. Құттықтаймыз, сіз тағы да бір жақсы киноны бітірдіңіз. Бұл кальмар ойыны күштілер жоғарыда, төменде кедейлер болады. Әртүрлі себептермен бірдей таңдау жасады. Арчи эмоционалды және құмар ойыншы болатын жақсы адам болмауы мүмкін. Очкарик оған түсініктеме бергенде, оның миы дұрыс жасамайды және басқалардың ісіне жағаласады деді. Бірақ ол соңғы сынақтың алдында адамгершілік қасиетін көрсетті. Адам өмірі бұл ешқашан аяққа тапталмайды. Соңында Арчи ұшақтан түскенде телефонға "Мен ат емеспін, мен адаммын" деп жоғары жақтағыларға шектен тыс қарсылық көрсетеді. Сонымен қатар спектакльдегі полиция қызметкері Хуанның өлмеу ықтималдылығы жоғары. Бүкіл процесте керемет мергендікке ие болған Хуан ағасы полиция Хуанға негізі соққымен соққы берді. Өлімге әкелетін жарақаттан аулақ болып інісінің өмірін сақтап қалғысы келді. Хуан полиция 2 маусымда Арчидің көмекшісі бола алады деген болжам бар. Арчи ойын ұйымдастырушысы әлі де ойын өткізу үшін адамдардың өмірін манипуляциялап жатқанына ашулы. Қызымен бақытты өмір сүру мүмкіндігінен бас тартып, ол қазірдің өзінде бәріне ставка жасады. Достар, 2 маусым туралы сөйлесейік. Сіздердің ойларыңыз қандай?